Университеттің алғашқы 3 курсында маған жатақханадан орын бұйырмады. Бірақ бос төсектер бары бәріне белгіледі. Тым алыс тұрмасам да оқуға бару және үйге қайту үшін жолға 1 сағаттан кетіретінмін. Уақыт өте келе бұл қиындықтар туғыза бастады. Сөйтіп, деканатқа арыз жазып, озат оқитынымды ескерулерін сұрап, ақыр соңында жатақханадан 1 орын бөлгіздім. 3 орынды бөлмеге орналастым. Менімен бірге өзімнен кішірек 2 студент тұратын еді. Екеуі де көңілді жігіттер. Жатақхананың бір блогінде 4 бөлме, 1 әжетхана, 2 раковинасы бар, 1 қол жуғыш және айна. Ас үй 1 қабат тұратындарына ортақ. Біздің жанымызда өте көңілді, мейірімді, жақсы 3 қыз тұратын. Бағы жаңғыш адам екенмін, себебі басқа блоктар мен қабаттарда тұратын таныстарым көршілері жайлы түрлі ақылға кірмейтін заттар айтып, үнемі шағым түсіруші еді. Ішкіш, төбелескіштері көп екен. Біздің көрші қыздарға үстіңгі қабаттан үнемі құрбылары қонуға келетін. Себебі оның бөлмесінде ұйықтау мүмкін емес. Бірге тұратын көршілері бір түрлі қорқынышты, ән тыңдайды да, даладағы уақытпен жан-жағындағы адамдардың не істеп жатқанына қарамастан, кез келген уақытта даңғырлатып қосып қояды. Көршілерінің арасынан өзім артық көретінім Ләззат. Қыздардың үлкені, менімен жасты. Мейірімділігімен, жарқын жүзімен, жігерлігімен баурап алды. Жаңадан келгенде көп көмектескен. Содан жақсы тіл табысып кеттік. Оны бірден ұнатып қалды деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ олай емес. Басында мен оны мүлдем байқамайтынмын. Көрші тұратын қыз ретінде қабылдадым десе де болады. Кездесіп жүрген қызым ол кезде жоқ. Өзім де біреумен жүруге асыққан емеспін. Ботаник болмасам да, мен үшін оқу өте маңызды еді. Ләззат маған үй жұмысын тапсыруға, реферат жазуға көмектесетін. Мен де қолымнан келгенше жәрдемдестім. Оның жігіті болған-болмағандығын білмеймін. Жанынан жігіт атаулыны көрген жоқпын. Жақсы дос болып кеттік. Адамдарға да, өмірге де ашық. Ләззат жеңілтек қыздардың қатарынан емес. Бірақ кейде ашық киінетін әдеті бар. Жігіттермен өзін еркін ұстайтын. Таңертең киетін сүйікті киімі қысқа топик пен белдемше. Бұдан сымбаттырақ болғанда жігіттердің назарынан тыс қалмасы анық. Қалай айтсам екен? Ол тәбетті еді. Жоқ, мүлде толық емес. Бірақ сонда да арықтардың да қатарынан емес. Шынымды айтсам, маған ұнайтын қыздарға ұқсамайды. Мен оған жігіттің көзімен емес, дос ретінде ғана қарайтынмын. Бір күні неге екені есімде жоқ, бірақ көңіл күйім айтарлықтай көтеріңкеді. Маған тән емес жеңілдік. Тостағанымды жуайын деп бөлмеден қол жуғышқа шықтым. Иә, бәрі ыдыс аяғын тамақтанғаннан кейін жуса, жатақханада тек тамақ ішу үшін шаятынбыз. Осы уақытта бөлмесінен Ләззатты күліп шықты. Екеуміз амандасқанымыз сол еді. Мен оған бірінші рет қысқа белдемшесі туралы ескерту жасадым. Ерекше көңіл күйімнің әсері ғой. Басқа күндері батылым жетпес сөзсіз. Ләззат, қашанғы осылайша жалғасады? Аясайшы бізді, дедім мен, жанынан өте бере. Өзім үшін күтпеген жерден бөксесінен ойнақы қағып жібердім. Ей, деп күле шыңғырып жіберді де маған жылдам жақындап, қарымта шапалақпен салып жіберді. Күн керемет өтті. Ал кешке аяқ астынан топ ете Ләззат туралы ойлай бастадым. Басымда сан алуан қиялдар кетті. Қандай екенін түсініп тұрған шығарсыз. Мен өзімнен бұндайды күтпеген едім. Таңертеңгі кішігірім әзіл-ара қатынасымыздан басқа арнаға бұрарын кім білген. Бұған дейін дос деп санап жүрген Ләззат енді мен үшін басқа адам. Оған бірінші рет жігіт ретінде көз салдым. Ғашық болып қалдым деп ойлайсыз ба? Жоқ, олай емесіне сенімдімін. Арамыздағы флирт жалғаса берді. Оны біресе ақырын итеріп жіберемін. Бірде бөксесінен абайлап тартып қаламын. Қорқамын ба, ұяламын ба қайдам. Кейде бөлмесіне баратынмын. Қыздармен түрлі тақырыптарға дауласып, артынан жастықпен қағызып, бөлменің паша-пашасын шығарып ойнайтынбыз. Ләззаның таңертең ашық киінетіні, кешкісін клубтарға жиі баратыны енді мені ашуландыра бастады. Таңертең қол жуғышта кезігіп қалдық. Бұл жолы оған байсалды түрмен ескерту жазадым. Ләзза, кішкене қыз емессің ғой. Осындай түрмен жүруге бола ма екен?
Қойшы, жай ғана киінуге ерінемін, деді ол күле. Ашуланбадым, тек өтіп кетіп бара жатқанда құйрығынан тартып жібердім. Бұл жолы белдемшесінің сыртынан емес, әдейі сабақ болсын деп, матаны үстіге көтеріп, жалаңаш терісінен қолымды салып қалдым. Бәрі қас қағым сәтте болды. Себебі келесі секундта оның іш киім кимегенін түсіндім. Белдемшесінің астынан тыр жалаңаш екенін түсіндім. Тұрған жерімде қатып қалдым. Не істерімді білген жоқпын. Бұрылдым да кешірім сұрадым. Аңыраған аузымен көздерін жыпылықтата ол маған тесіле қарап тұр. Оқиға орнынан із суыттым. Жігіттер сабаққа ертерек кетіп қалған. Бөлмемнің есігін жауып, арқаммен сүйендім. Біреуден қашып келіп, жасырынып тұрғандаймын. Егер әлі де түсінбесеңіздер, мен қарапайым, бірақ тентек баламын. Кейде жасаған әрекетім үшін қатты жерге кіріп кетерді ұяламын. Әрі қарай не істерімді білмедім. Есік тықырлады, біреу қағып тұр. Ашсам, Ләззат екен. Ренжулі ме, ашуланып тұр ма, жүзінен түсіну өте қиын. Үнсіз кірді, артынан есік жабылды. 1 минут ештеңке демей менен көз алмады. Қызарғаным-ай, бұдан бетер ешқашан ұялып көрмеген шығармын. Сірә, ал ол назарын менен өзгеге бұрар емес. Жанына тақалып тағы да кешірім жаудыра бастадым. Ішімнен, енді өзің ғой, әрі-бері ашық-шашығы жүрген деп айтқым келсе де, қазір олай деуге қолайсыз сәт екенін түсініп тұрмын. Ләззат қалт еткен жоқ. Белінен құшақтап, аузыма келген бет алды заттарды айта бастадым. Не дегенім нақты есімде жоқ. Сондағысы мән мағынасыз заттар шығар. Ол көзін түсіріп, белінде тұрған менің қолыма қарады. Содан кейін жақындады да, біз сүйісе бастадық. Дәл осы сәтте өлердей қорықтым. Себебі оның ойында не барын білген жоқпын. Мүмкін тілімді тістеп алғысы келген шығар. Басымдағы ойлар сан-саққа жүгірді. Абайлап сүйісе бастаған біз бірер сәттен кейін құштарлана сүйісіп жаттық. Бұрын соңды болмаған эмоциялар. Ләззат керемет сүйіседі екен. Менің қозғаным сонша, жай ғана сүйіскенінен шегіме жете жаздадым. Қолымды оның шашына жіберіп, есімді білмей, басын, шашын сипалап жатырмын. Ол болса, мені одан сайын қоздырып жатыр. Сонымен екеуміз бір түнді бірге өткіздік. Бұдан кейін қызық жайттар басталды. Екеуміз де бір-бірімізге қарауға ұялып жүрдік. Екеуміз де қалағанымызға қол жеткізіп, қызығушылығымызды қанағаттандырып, қайтадан еш уайымсыз, жай ғана дос болған шағымызға оралған сияқтымыз. Бұл маған ыңғайлы еді. Бір күні Ләззат дискотекадан ертерек оралды. Менің көршілерім де клубқа кеткен. Сондықтан бөлмеде жалғыз едім. Ұйқым келмей, телефонда ойын ойнап отырғам. Ләзга есікті қағып шай ішуге ұсыныс жасады. Қуаныш дедім. Маған онымен уақыт өткізген, бірге фильм көріп, күлкілі роликтер тамашалаған ұнайтын. Кейде жалғыз, кейде достарымызбен кездесетінбіз. Бұл жолы фильмге тым кеш болғандықтан, жай ғана ютубты шарлауға кірістік. Ары қарай не болғанын өздеріңіз